Мен осы уақытқа дейінгі мәмске төлеген, мәжбүрлі түрде төлеп келе жатқан, мәмске төлеп келе жатқан барлық ақшамның бір тиынға қалдырмай барлық қайтаруларымды талап етемін. Талап етемін. Мен сұрап тұрған жоқпын нафиг. Мен талап етіп тұрмын сендерден. Мәселені жалпы түсіндірейік, дұрыстап. Бүгіндікке менде кішкене мазам қашты. Бірнеше күннен бері ауырып жүргем, негізінде бүгін просто қаттырақ мазам қашты, жүрегім ауырып. Сонымен жүректі көрсету үшін енді кардиологқа бару керек. Ал оған тек қана өзіңнің тіркелген мекен жайыңа ғана барып тіркелуің керексің. Сөйтіп тіркелуге келем. Ит өлген жерде жұмысым. Ол жерден пока біз бозарыққа жетем дегенше уже үлкен қашықтықта, ара қашықтық. Таксиге мініп келем, потому что автобуспен өз жағдайым келмейді. Шаршап тұрмын, қатты ауырып тұрмын. Сонымен келсем, бұл жақтағыларда да ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Олар ашты, көргісі келді, барынша көрсетуге тырысты, қарайды. Менде, оказывается, біздің бозарықтың медпунктінде, ол жерде поликлиника деп айтуға келмейді, ол медпункт, потому что ол жерге в основном қағаз береді, барып направление береді. Барып үлкен жердің екінші бір шетінде орналасқан атамекенге барып көріну үшін қағаз береді, направление. Соны направление алайық десек, направлениеге, тіркеле алмаймыз. Базаға тіркемейді, потому что менің бір айда төлемақы, мәмске ақша төлемеппін. Бір ай қалып кетіпті. Октябрь айында мен жұмыстан шығып қалғам. Жұмыстан шыққан кезінде бір ай бойында мен үйде отырдым, сол себептен де мәмс төленбеген да енді. И сол бір айда пенсионкада мәмсте төленген жоқ негізінде. И сол өмір бақи жасым 45-те мәмсті сендер маған мәжбүрлеп төлетіп бастағаннан бастап төлеп жүрген адамдар, төленіп келе жатқан мәмс осы уақытқа дейін барлық ай сайын, күн санап бір ай қалып кетіпті. Жұмыстан шыққан кезінде бір ай қалып кеткен екен. И соның әсерінен мені базаға тірке алмай жатыр медсестралар ше. Айтып жатыр, біз сізді тірке алмай жатырмыз. Бұдан шығатын нәрсе біреу ақ. Сіз ақылы негізде барып көрінуіңіз керек болады. Ақшасын төлеп көрінсе болады екен. Көрінуіңізге болады. Немесе сіз қазір мәмістің ақшасын қазір төлесеңіз, қазір ашып сізге тіркеп береміз дейді да. Менде сондағысы кардиологқа көрінім керек, жүректі УЗИге түсірім керек, жүректі ЭКГ-ге түсірім керекпін. И менде сұрақ пайда болады осы жерде. Менде просто принципқа кетіп қалды. Мен сол жерде төлеп жіберіп баруға да болушы еді. Менде просто принцип. Мен осы уақытқа дейінгі төлеген мәмістерімнің ақшасын неге маған жұмыс істемей тұр қазір? Мен сонда қазір бір ай ғана қалып кеткені үшін мен сонда не істеуім керек? Сонда ақылы негізде өтуім керек, немесе ақшам болмаса қалқамда өле беруім керекпін ба? Мен сонда мемлекетке тек қана ақша үшін каждый раз штрафын төлеуге, мәмісін төлеуге, пенсионкамды төлеп отыруға, тағы не бар ана жақта нафиг барлығын төлеп отыруға, соған ғана керекпін ба мен? Какой-то бір ай төленбегенге мен уже керек емеспін да уже. Сіз ақылы негізде ғана төле аласыз, ақылы негізде ғана көрсе аласыз деп тұр қазір ана жерде ше. И ана жерде маған просто обидно болып тұрған нәрсе. Мен осынша жыл төлеп келе жатырмын. Ай сайын қалдырмай төлеп келе жатырмын. И ай сайын, жыл сайын мен ол жерге барып емделіп жатқан жоқпын. Ол ақшаны құртатындай. Ол ақша қайда кетті деген сұрақ, единственный сұрақ. Ол ақша қайда кетті? Менің осы уақытқа дейін төлеп жатқан ақшам неге маған жұмыс жасамай жатыр? Неге маған ғана жұмсалмайды ол ақша? Неге ай сайын ол тұрмайды менің шотымда? Неге ол жоқ болып кетеді екен да? И маған керек кезінде ол ақша жұмыс жасамайды екен. Просто сондай нәрсе болып тұр да, мен жерде түсініксіз нәрсе. Неге ол солай болып тұр? Онда ол маған жұмыс жасамайтын болса, ол ай сайын мен төлеген нәрсем бәрі ауаға ұшып отырған болса, онда нафиг вы мне нужны? Онда нафиг мне этот мәмс ваш нужен? Нахер керегі бар онда оның? Неге мен мәжбүрлі түрде оған ақша төлеуім керек? Сонда мен ақшам болмай қалса, немесе мен жұмыстан шығып қалсам, сонда мен өле беруім керекпін ба? Менде просто тупой сұрақ осындай. Тупой сұраққа жауап беріңдерші нахуй.
Я извиняюсь за выражение. Я извиняюсь. Просто уже менде сөз жоқ айтатын. Айтатын сөзім жоқ болып тұр да. Маған ол іштеңкеде болып тұрған жоқ. Мен қазір ақшасын барып төлеп, ары қарай көрініп, ары қарай кете берсем болады. Просто мен неге онда ауаға ақша жіберіп жатырмын? Сол маған қызық болып тұр. Неге менің ақшам ауаға ұшып кетіп жатыр онда? Ол қайда кетіп жатыр? Кімнің қалтасына кетіп жатыр? Неге кетіп жатыр ол? Кім жауап береді маған осыны? Қайтарыңдар. Барлығын бір тиынға қалдырмай қайтарыңдар. Мен одан да оны барып Ташкентке барып емделейін, Турцияға барып емделейін, сол ақшаға жүректі. Там асқазан болсын, жүрек болсын, тағы қай жерім ауырып жатыр, барлық жерімді нафиг. Бүйтіп қарайтын болсаңдар, онда қайтарыңдар. Маған бұндай мәмістің қажеті жоқ. Бұндай Қазақстанның да қажеті жоқ.